Асканор каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фантазия деген салат жасайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап, қолдап кетсеңіздер болады. Бұл өте дәмді салат, ерекше салат және оңай жасалатын салаттың түрі. Бұған ең әуелі тауықтың төс еті, қияр, саңырауқұлақ, грек жаңғағы, жұмыртқа, пияз, укроп қажет болады және майонез, тұз, бұрыш қажет болады. Енді тауықтың төс етін суға пісіріп аламыз. Ол дайын болғаннан кейін сарымсағымызды қуырамыз. Сарымсағымызды біраз қуырып алғаннан кейін оның үстіне саңырауқұлағымызды саламыз. Саңырауқұлақ свежий күйінде немесе консерві түріндегісін алса болады. Сосын олар суығанша грек жаңғағымызды да қуырып аламыз. Барлығын қуырып, пісіріп, яғни жұмыртқамызды да пісіріп аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін енді салатымызды жасауға кірісеміз. Салатты ең алдымен осы тауықтың төс етін ұзыншалап турап аламыз. Әркімнің өз қалауы, ұзыншалап тураса да болады, түрпіштеп тураса да болады. Әркім өзі біледі. Турап алған, дайын болған тауықтың төс етін ыдысымызға саламыз да, келесі жұмыртқамызды турауға кірісеміз. Бұны да ұзыншалап турап аламыз. Мен үй жағдайында болғаннан кейін қалай болса солай турай салдым. Енді туралғаны бойынша турай салдым. Ал сіздер енді өздеріңіз үстелге салатын болсаңыздар, әдемілеп турасаңыздар болады. Жұмыртқамыз дайын болды. Жұмыртқамызды турап алғаннан кейін оны жаңағы тауықтың төс етінің үстіне саламыз. Келесі жаңағы қуырып алған пияз бен саңырауқұлағымызды үстіне саламыз. Сосын қиярымызды турауға кірісеміз. Қиярымызды да ұзыншалап турап аламыз. Дайын болған қиярымызды салаттың үстіне саламыз да, грек жаңғағын турауға кірісеміз. Грек жаңғағын тураған кезде өте ірі болып кетпесін және тым ұсақ болып кетпесін. Видеода көрсетілгендей ұсақтап турап алсаңыздар болады. Енді бұны да саламыз да, енді барлығын бір ыдысқа салып алғаннан кейін үстіне кішкене тұз, бұрыш салып және майонез салып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін укроп саламыз. Укропты салғаннан кейін тағы бір араластырып аламыз да. Енді салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет шығады. Дәмін көрсеңіздер болады. Өте дәмді ас болсын.